Бүгінгі видеода асқазан жарасы туралы айтатын боламыз. Видеоны бастамас бұрын каналға жазылып лайк басып кетіңіздер. Асқазан жарасы дегеніміз қабыну процесі асқазанның кілегей қабатынан бұлшықет қабатына дейін өтіп кетуі. Яғни біздің асқазанымыздың беткі қабаты ол кілегей қабат. Оның астында кілегей асты қабаты болады. Оның астында қалың бұлшықетті қабаты болады. Көбіне беткі кілегей қабатының қабынуы гастрит деп аталады. Ал сол гастриттің асқынып және басқа да факторлардың әсерінен қабыну процесінің одан әрі күшеюі бұлшықет қабатына дейін зақымдайды. Бұл бұлшықет қабатының зақымдануы асқазан жарасына алып келеді. Асқазан жарасы ең жиі кездесетін аурулардың бірі. Бірақ асқазан жарасы дұрыс уақытында анықтап, дұрыс ем тағайындаған жағдайда, диета сақтаған жағдайда жазылатын ауру. Асқазан жарасының негізгі себептері дұрыс тамақтанбау, майлы, ащы, қуырылған тағамдар жеу, қақталған тағамдар жеу, ыстық немесе салқын сусындарды жиі ішу асқазанның кілегей қабатын тітіркендіреді. Газдалған сусындар ішу де кері әсерін тигізеді. Аш қарынға сағыз шайнау, хеликобактер пилоридің болуы, алкоголь, темекі шегу, сонымен қатар тағамды асығып жеген кезде дұрыс шайнамау да асқазанның жараларына алып келетін себептердің бірі. Генетикалық бейімділік, яғни бірінші топта қан тобы бар адамдарда 12 келшектің жара ауруы, ал екінші топта қан тобы бар адамдарда асқазанның жара ауруы жиі кездеседі. Енді хеликобактер пилоридің жұғу жолына келетін болсақ, хеликобактер пилори сілекей арқылы гигиена дұрыс сақтамағаннан және бір ортақ ыдыстан басқа бөтен адамның ыдысынан тамақ жеу арқылы, жем-жидектерді дұрыс жумай жеудің әсерінен жұғады. Осы асқазан ауруларының ең жиі себептері, гастриттердің, осы жара ауруларының себептері хеликобактер пилори болып табылады. Асқазан жарасының симптомдары, яғни белгілері, ол бірінші қатты ауырсыну сезімі. Ауырсыну сезімі асқазанда жараның қай жерде орналасқанына байланысты болады. Бізде асқазанның кардиальды бөлімі, асқазан денесі және пилорикалық бөлімі бар. Егер жара асқазанның кардиальды бөлімінде орналасса, ол кезде тамақ ішкеннен кейін бірден ауырсыну пайда болады. Немесе 20-30 минуттан кейін ауырсыну болады. Егер жара асқазанның денесінде пайда болса, ол кезде тамақ жегеннен кейін 1 сағаттан кейін ауру пайда болады. Ал егер жара асқазанның пилорикалық бөлімінде 12 келшекте болса, онда ауру көбіне түнгі уақытта пайда болады. Яғни аш қарында ауырсыну сезімі, немесе тамақ жегеннен кейін 2-3 сағаттан кейінгі ауырсыну сезімі болады. Ауырсыну сезімі көбіне кіндік пен семсер тәрізді сүйектің ортасында болады. Бұл ауруды көбіне стенокардиямен, яғни жүректің ауруларымен шатастырып жатады. Себебі асқазан ауырған кезде ол сол жақ қолға, сол жақ жауырын аймаққа, сол жақ кеуде тұсқа берілуі мүмкін. Кейде құрсақтағы ауырсыну сезімі бел сегізкөз омыртқасына таралып, бел сегізкөз омыртқасының радикулиті сияқты да көрінуі мүмкін. Яғни тамақ қабылдағаннан кейін бірден ауру пайда болса, немесе жарты сағаттың ішінде пайда болса, ол асқазанның жоғарғы бөліктеріндегі жараның пайда болуы. Ал тамақ жегеннен кейін 3-4 сағаттан кейін немесе аш қарында түнгі уақыттарда ауыратын болса, бұл асқазанның төменгі бөлігінің және 12 келшектің жараларында кездеседі. Одан кейін қысу, жүрек айну, сілекейдің көп бөлінуі, іш қатулар және тәбетінің жоғарылауы жатады. Көбіне қысу кезінде науқас жағдайының жақсарған сияқты сезінеді. Ал қысу көбіне таңғы уақыттарда болады. Және сонымен қатар қышқыл иісті кекірік пайда болады. Көп жағдайда жүрек айну, қысу көп мөлшерде сілекей бөлінумен бірге жүреді. Бұл асқазан жарасының негізгі өшу кезеңі күз және көктем мезгілдері.
Асқазан жарасының емдемеген жағдайда ол асқынып кеткенде асқазаннан қан кетуі, асқазанның перфорациясы яғни тесілуі және оның малигнизациясы яғни асқазан рагіне айналып кетуі мүмкін. Егер асқазаннан қан кетіп жатқан жағдайда адамда кофе түсі тәрізді құсық пайда болуы мүмкін және үлкен дәреті қара болуы мүмкін, яғни мелена. Ол құрамында қанның бар екенін білдіреді. Жаңағыдай әртүрлі белгілермен бізді асқазанымыз мазалап жатқанда біз ұзақ уақыт оған мән бермей, дәрігерге қаралмай, немесе шыдап жүре беретін болсақ, асқазанымыз бізге сигнал беруді тоқтатады, яғни оның сезімталдығы төмендеп кетеді. Сөйтіп асқазан біздің ағзамыздың ешқандай белгі бермей бұлшықет қабатын тыныштық күйде зақымдай береді, ешқандай белгісі көрінбей зақымдай береді. Ал егер біз осындай асқынуға қатты жеткізбей дәл уақытында дәрігерге қаралып емделетін болсақ, асқазан бірден қалпына келетін, жазылатын мүше. Көбіне бұны негізгі анықтау жолы фиброгастродуоденоскопия арқылы, яғни аш қарынға ФГДС-ді жұту арқылы асқазанның ішінде не болып жатқанын көреміз. Және дұрыс тамақтану керек, диеталық тағамдар, яғни қуырылған, майлы ащы тағамдардан, газдалған сусындардан бас тартып, жиі суға піскен, буға піскен тамақтарды жеу керек. Және тамақ жегенде де күніне 4-5 рет жиі аз мөлшерден жеу керек. Аш қарынға сағыз шайнамау, газды сусындар ішпеу, кофеден бас тарту қажет.